Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен бүгін монополия нарығының ерекшеліктерін қарастырамыз. Жалпы монополия сөзі грек тіліндегі моно және полия сөздерінен құралған. Моно сөзі аударғанда бір, ал полия сөзі аударғанда сатушы деген мағынаны білдіреді. Демек, монополия ол нарықта бір сатушының болуы деген мағынаны білдіреді. Енді осы нарықтың ерекшеліктерін қарастырайық. Бірінші ерекшелігі, атап өткеніміздей, бұл салада бір фирма ғана қызмет етеді. Немесе бұл салада бірнеше фирма қызмет еткеннің өзінде арасындағы бір фирманың нарықта алатын үлесі үлкен болады, және осы ірі фирма басқа фирмаларға өзінің үстемдігін жүргізеді. Аталған фирма өз өндірген тауар бағасын өзі орнатады, және бұл салаға немесе нарыққа жаңа фирмалардың кіруіне үлкен кедергілер мен тосқауылдар бар. Қандай кедергілер бар екенін қарастырып өтейік. Бірінші кедергілердің түрі ол мемлекет патент немесе лицензия беру арқылы салада ресми кедергі орната алады. Мысалы үшін, фармацевтикалық компания жаңа дәрі түрін ойлап тапты дейік, және оны патенттеді. Патент дегеніміз не? Осы дәріні өндіру, сату және сатудан түскен пайданы иелену құқығы осы фармацевтикалық компанияға тиесілі екендігін растайтын құжат. Келесі кедергілердің бірі ол ресурстарға айрықша құқықтың болуы. Мысалы үшін, De Beers компаниясы алдыңғы ғасырда 1970 жылдарға дейін алмаз кендерінің 90%-на иелік етті, және осы алмаз игеріп өндіру шығару саласында монополист болды. Және келесі кедергілердің бірі өндіріс ауқымының ірілігіне байланысты бұл сала үлкен шығындарды талап етеді. Мысалы үшін, көлік өндіріс саласы. Кез келген қарапайым кәсіпкер көлік өндіріс саласында бизнес бастай алмайды. Бұл салада бизнес бастау үшін ірі инвестициялық салымдарды талап етеді. Жалпы монополияның үш нысаны бар. Ол кездейсоқ монополия, жасанды монополия және табиғи монополия. Табиғи монополия деп жақын субституттары, демек, орын басатын, алмастыратын тауарлар жоқ, ерекше тауар түрін шығаратын компанияны айтамыз. Және табиғи монополия жағдайында осы өнім түрін немесе тауар түрін бір фирманың өндіргені экономикалық жағынан тиімді болып табылады. Мысалы үшін, Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы. Бұл мысалы үшін Қазақстан территориясында бір ірі теміржол желісі бар, және екінші альтернативті теміржол желісін жасау, өндіру, ол экономикалық жағынан үлкен шығындарды талап етеді және экономикалық жағынан тиімсіз.